күйін кештім мен бүгін көк бөрілердің жаралы. Сәлем әлем. Ютубта, тиктокта, жалпы әлеуметтік желіде көп тараған, миллиондаған қаралым жинаған Көкбөрі әнінің орындаушысымын. Бұл ретте сол ән туралы айтқым келіп отыр өздеріңізге. Тиктокта, инстаграмда, ютубта көптеген ұнатқан тыңдармандар неше түрлі аспаппен қаншама кавер түсірді, видео түсірді. Барлықтарыңызға алдымен рахмет айтқым келеді. Көкбөрі әні өзінің аудиториясын тауып, өз мақсатына қол жеткізіп жатқанына мен шын жүректен қуаныштымын. Сіздерді өте жақсы көремін. Барлығыңызға да қызық шығар, расымен де ән қалай шықты, қандай тарихы бар, негізі қандай эмоциямен шықты ән деген жалпы. Сол туралы айтқым келіп отыр. Әннің тарихын айтпас бұрын мына нәрсеге бір назар аударсаңыздар екен деген ниет бар. Мына әр елдің өзінің музыкасы, өзінің мәдениеті болады ғой. Мысалға, поляктар мазуркасымен, немесе жалпы европалықтар өзінің классикалық музыкасымен соны приоритет тұтады, биік қояды. Әр елдің өзіне жағатын темпо ритмі болады. Сол сияқты біздің қазақтың да қазіргі заманда сондай өз болмысына сай, терметектес бір туынды болса екен деген о бастаған ниет болды. Авторлармен бірге сондай идеямыз болды. Көкбөрі әнінің сөзін ақтөбелік ақын Данияр Алдаберген жазды. Әні ақтаулық әнші композитор Алпыс Оңайбайұлынікі. Үшеуміз бірлесе отырып осындай бір рух беретін, жігерлендіретін, намысымызды қайрайтын туынды шықса екен деген бір расында сондай арман тілегіміз болды. Орындалып келе жатқан сияқты, білмеймін. Соңғы жылдары қазақ мәдениетінде, қазақ сахнасында шаш бояп, сырға тағып, бізге қазақтығымызға жат нәрселер пайда бола бастады. Біз оған не істейміз? Көзімізден жас ағып жылап, бұл біздікі емес қой деп отырмаймыз ғой. Өз позициямызды әрекет етейік деп тырысып, авторлармен бірге осындай туынды шығаруға тырыстық. Бұл жерде қасқыр мінез қазақтың, қасқыр мінез алаштың, түбі түркі барлық бауырлас елдердің ынтымағына, бірлігіне жақсы әсерін тигізсе екен деген ізгі ниетіміз болған. Досым, ішіңдегі қасқыр мінезді оятшы. Ол барлығымызда бар. Кер кеудеңді, басыңды көтер, қаймықпа еш нәрседен. Рухыңды оятшы, досым. Қазақпыз ғой. Өңкей зұлым зымиян қара орманның қақпасы, қара жерде шыңғыртар жонынан тілген таспасы.